Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін менің каналымда осындай бірден шығатын, дәмді, тіл үйіретін сметанник жасайтын боламыз. Олай болса кеттік. Бізге керек електен өткізілген ұн, шай қасық қопсытқыш және қалауларыңыз бойынша тәтті болғанын қаласаңыздар көбірек құмшекер қосасыздар. Осылай бір-біріне араластырып аламыз құрғақ ингредиенттерді. Одан кейін барып сары майымызды қосатын боламыз. Майымыз бөлме температурасында жібіп тұруы керек. Бізде песочный тесто дейміз ғой. Сондай тесто болғаннан кейін қамырымыз осылай майға шылаймыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды қосып, нанымыз біріккенше қолымызбен осылай елеп аламыз. Одан кейін жарты сағатқа холодильникке қойып тоңазытқышқа осылай формамызға саламыз. Бұл песочный тесто болғаннан кейін кішкене қаттылау болады. Сондықтан осындай стақанның әртүрлі заттың көмегімен тегістеуге болады. Енді біз ішіндегі начинкасын дейміз, яғни ішіндегі салмасын жасаймыз. Бізге ол үшін қаймағымыз, құмшекеріміз және 3 жұмыртқамыз болса жеткілікті. Бұны да тәттілігіне қарай құмшекерді өздеріңіздің қалауларыңызша қосасыздар. Үшеуін араластырып аламыз жақсылап осылай. Одан кейін дайындап қойған қамырымыздың үстіне осылай құятын боламыз. Біркелкі етіп тегістейміз. Мінекей. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. 35-40 минутта осылай болып пісіп шығады. Жан-жақ қызарған кезде ішін көрсеңіздер болады. Ас болсын.